Бәке, ассалаумалейкум, қалайсыз, братан? Жағдай жақсы ма? Бәке, міне мынау ғой, мына жағы 420-ның карданында, мына жағына кәдімгі газельдің Волганың 320 карданын салдық қой. Кейін міне осы карданға қарап, мына жақты кесесіз ғой, бірінші кесіп алып тастайсыз да, мына жағынша. Осы карданға қарап размерін соза бересіз ғой. Мынау рамым нерде қалған ғой, өзінің рамысы. Осы жерде қалған. Мына жақта қалған, міне. Дәл өйстіп сыртынан мынандай пластинка кигізгенбіз ғой. Короче, мен рамым мына жерден кесілді ғой, 420 кезінде дәл осы жерден кестім да, мен мынау арт жағын полный ауыстырып тастадым ғой, екі бетінде. Кейін сізге екі рамы, жәндегідей өзіңіздің жарамайтын рамыңыз болса, менде өзімкі нерден кесіп тастаған екен да. Білмеймін неге кескенінше, сөйтіп жарамай қалды да менікі рамымша. Оның үстіне ондай арғы бетінде бір жерінде трещина болып шықты. Короче, рамы осы жерге дейін өзі келеді ғой, міне. Нерге дейін келеді, арт жағы ше. Осыдан кәдімгі өзіңіздің рамыңызды былай қойып жібересіз ғой, міне. Ондай пластинка істетпейсіз да. Дәл өйстіп қойып жібересіз. Ондай пластинкаға расход болмайсыз да, короче, өзіңізден шыққан рамы осы арт жағына кетеді. Сіз толық аласыз, болт гайка аласыз. Кейін мынандай ортасына, беліне осындай қаптайтын 2,5 метр, 1,5 метр аласыз, болды ғой. Сонымен дайын болды. Осы карданға қарап созды ғой, размерлерін білмейді екен, бірақ тоғышынсынша. Мыналардың бәрі арасы уже 4 слой болып кетті да, міне. Нау. Кейін мынаған дейін қойып жіберді да, полный.